Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 62-ші сабақ «Спорт сенің серігің» атты тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Бізге берілген тапсырманы оқып, әріптерден қажетті сөзді құра. Бұл жерде балалар бізге О, Р, П, С, Т деген әріптер берілген екен. Бұл қай сөз? Бұл сөз тасымалданбайды, бір буынды, көп тілде бірдей дыбысталады. Балалар, айтыңыздаршы, бұл қандай сөз болуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты бұл әріптерден спорт деген сөз шығады екен. Түсініп оқы. Спорт деген немене? Спорт сенің серігің, саулығың мен сенімің. Спорт пенен шыңдалар жігерің мен ерігің. Шұғылдансаң сүйіп шын, спорт жеңіс биік шың. Етене өссең онымен, азаматсың, жігітсің. Өлеңнің авторы Арасанбай Естенов. Балалар, өлеңдегі етене өссең деген сөз спортқа бейім болсаң деген мағынаны береді екен. Балалар, спортқа бейімсіздер ма? Кәнеке айта қойыңыздаршы. Үшінші тапсырма, спорт сенің серігің дегенді қалай түсінесің? Спорт сенің серігің дегенді спортты досы сияқты үнемі жаныңда, жадыңда болу керек. Яғни үнемі спортпен айналысу керек deyіп түсінемін мен. Балалар, үнемі спортпен айналысып жүрсеңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болады. Төртінші тапсырма, бағала. Саған спорттың қай түрі ұнайды? Неліктен? Өзің білетін жүзу түрлерін қимылмен көрсет. Балалар, маған баскетбол ойнаған ұнайды. Себебі жеңіске жету үшін командамен әрекет етесің. Ауызбіршілік қажет. Егер жақсы ойын көрсете алсаң, жеңіске жетесің. Сондықтан да маған баскетбол ойыны ұнайды. Ескен Елубаев, ақын, Жамбыл облысы Қордай ауданының Отар стансасында дүниеге келген. Ақынның балаларға арналған өлең кітаптары бар. Ескен Елубаев 1942 жылы дүниеге келіп, 2017 жылы өкінішке орай өмірден өтті. Бесінші тапсырма, өлеңді оқы, көшіріп жаз. Спорт үйірмесі. Мектепте ашылып, спорттық үйірме, жатырмыз жазылып, кім қайда барады? Қай спорт түріне барса топ жарады? Өлеңнің авторы Ескен Елубаев. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма, өзің қатысып жүрген спорт үйірмесі туралы әңгімеле. Мен шахматтан үйірмеге қатысамын. Шахмат ойнау маған өте қатты ұнайды. Бұл ойынды ойнап жеңіске жету үшін сен математикада мықты болуың қажет. Себебі бұл ойын есепті ұнатады. Есебің мықты болып, бағы мен бабың қатар шапса, сен міндетті түрде жеңіске жетесің. Балалар, мінекей, сіздер де өздеріңіз қандай үйірмеге қатысасыздар, қандай спорттың түрі сіздерге ұнайды, соны комментарий бөліміне немесе өздеріңізге үй жұмысына жазып қойсаңыздар болады. Үйге берілген тапсырма балалар бізге спорт деген немене өлеңін жаттап алыңыздар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын, түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ сіздерге түсінікті болса және ұнаса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Және де Зерек бала каналына тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, колокольчик басып қойсаңыздар, жаңа сабақ келген кезде, жаңа сабақ ютубқа шыққан кезде сіздерге хабарлама баратын болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.